Достар, видео басылмай тұрып, Ерлан деген каналға жазыламыз. Себебі бұл деген бала енді басып келе жатқан ютубер. Ал ең басып жатқан ютуберлерді қолдау керекпіз біз білетіндей. Каналында видеолары аз болса да, бұл баладан мықты контентчик шығады сияқты деп ойлаймын. 63 подписчиктен хотя бы 300 подписчик қылып тастайықшы, пожалуйста. Себебі бұл бала өте қатты тырысады. Но бала что-то менен де асырайын деп тұр. Солындықтан да каналына кіріп кетіп, лайк басып тіркелейік. Сосын Нұрболаттан сәлем жолдандар. Ал осы видео өзімен өзі басталады. 3 сағаттың ішінде, 3 сағат ішінде мықты блогер қылам. Бүгін біз деген бәрін істеуге тырысамыз. Превью, шапка, бәрін. Сәлем достар, бүгін менде бұрынғы ералаш. Бекзатты тез выделениемен қиып алам. Каналың құтты болсын, родной. Бұл Бекзат деген каналға тіркеліңдер. Астында ссылка описание болады, мен видео дайындап отыр. Қазір мен республикада істеймін, не дейші? Жаңа 36 подписчик болды, да? Қазір неше подписчик болды? Ассаламетсіңдер ме? Бекзат Нұрболат. Достар, бүгін необычный контент. Бұл деген А4 емес, бұл Қуанғали и Бекзат и Бержан. Бүгін біз деген необычный контент түсіреміз. Досымды 3 сағаттың ішінде, 3 сағат ішінде мықты блогер қылам. Ну или хотя бы 500 подписчикке дейін жеткізуге тырысам оның каналын. Ну, көрек. Ал жақсы, бастайық. Бүгін достар, Бекзат деген біздің бұрынғы видеоларымызға реакция жасады. Яғни бізде Ералаш бар, менің каналымда соған реакциясы Бекзат деген бала. Бүгін біз деген бәрін істеуге тырысамыз. Превью, шапка, бәрін істеу. Аватарка даже, достар. Канал ашып береді ғой. Иә, кәдімгі канал ашып береміз, оған контент еші кәдімгі. Жақсы достар, онда бастайық. Просто түсірейші, мен қалай қалады. Өзім істейсің. Өзім істеймін ғой, менің проблемам ғой. Сәлем достар деп айтасыз, бүгін не істейсіз? 1, 2, 3. Сәлем достар, бүгін менде бұрынғы ералашқа реакция жасайтын боламыз. Білесіңдер ма, білмейсіңдер ма, білмеймін. Енді реакция давай кеттік. Мантыр дауысы ма? Жәрі дауысы, чтобы сен дауысын естемеш. Минут 25 секунд. В общем, достар, осылай достар, біз жаңа реакциясын түсіріп болдық, бірінші видеосын. Сол бірінші видеосы енді қазір монтаждамаймыз. Ең алдымен аватарка, шапка істеп алайық, безендірек Бекзаттың каналын. Лайк басын, каналға тіркелін. Достар, менің каналымда 70% адам подпискасыз қарайды и лайксыз қарайды. Прикиньте, мен түсінбедім соны неге. Дәл қазір бар ғой, қызыл кнопканы бас жебеш былай. Бүйтіп бас жебеш бауырым. Өте маған приятно. Ал саған оңай. Ал ары қарай жалғастыра берейік видеомызды. Достар, мен қазір Бекзатқа аватарка мен шапка жасап беремін. Аватарка жасау оңай, достар. Ең алдымен бізге Беканың фотосы керек. Так, ладно, көп ойланбай бір фотоны таңдай салайық. Мынаны таңдаймын. Білесің бе, есіңде ме? Дариға Бадық. Ол бізге не важно, бізге Бекзат важно. Достар, бүйтіп уақыт алмашы, мен Бекзатты тез выделениемен қиып алам. Ол міне осы айт, осындай айтылады. Быстрое выделение дейді оны. Ширина 1440 и высотада 1440. 72 тұра береді разрешениесі. Меқа Бекзат вставить етеміз. Окей, мынаны қараңыз. Бекзат қазір дәм болсын қиылып тұр. Қазір біз деген оны өзгертеміз жақсы жағынан. Артқы фоның закат па? Закатты былай жасайды. Пак ютубера. Закат. Или закат болмаса любой? Любой. Міне. базар. Фотошоп қалай жасайтын көресіз қазір Нұрболаттың. Шашын бүйтіп, ровно қылайық. Шашым алып үсті бір қынасына екіліп. Енді қараңыз достар. Бекзаттың мынандай шашы, енді әр адамның шашы тіке болмайды, сондықтан біз бетеміз. Палец деген инструмент аламыз да кішкене бетеміз. Шаш шығып тұрады, қандай сияқты болады эффект. Мен қайрым білесім, шашым тарап түскен шығарым. Бізге новый цвет керек Бекзаттың.
Менікіндей, авамдікіндей фото аламыз. Ойбай, бір жағым голубой, бір жағым красный. Менімен қазір шоямыз. О, осылай нормально сияқты. Короче, результатын өздерің көресіздер. Мінеки достар, мен деген Бекзаттың аватаркасы мен шапкасын жасап болдым. Міне мына жерден көре аласыңдар. Енді қазір оны каналға оформление жасауға. Содан кейін барып видеоны апарамыз да подписчигін толтырамыз Бекзаттың. Ойбай. Достар, енді қазір мен деген Бекзатқа апарам, в общем, я. Мой канал. Мен каналым көрмей ақ қой. Мой канал. Вот жеті подписчигі бар екен, біз оны қазір не істейміз? Бека лама. Мал не, лама не дейді. Бек іштейміз біз оны. Ламаның өзі де мал екен ғой. Жақсы достар, міне шапкасын қойып отыр, мен Бекзаттың. Ой, самый крутой момент, друзья, это шапка Бекзата. Міне достар, Бекзаттың несі былай көрінеді, әрбір әрсірі жерлерде, міне күшті, удобно бәрі. Болды, енді қазір бізде аваны істейік сразу. Ава сразу жұмысқа кіріспейді айтып қой. Ава сразу жұмысқа кіріспейді айтып қойын. Бекзат лама бекшті өзгертші. Бекші өзгертер. Міне, Бекзат қара. Каналың құтты болсын, родной. Мінеке достар, біз деген Бекзаттың аватаркасын бетіп полный уровеньге қойып қоямыз. Өйткені неге? Өйткені бізге полный качествосы керек, сондықтан осылай как фото профиля дейміз. И все болды, Бекзаттың каналы безендірілді. Енді оған видео салу керек, и реклама жасау керек, и результатты күту керек. Отображение имя Бека Лама, нет. Менің каналым атын жылдың бастап Бекш. Достар, біз қазір Бекзаттың телефонынан ноутбукқа видео апардық. Енді қазір сол видеоны монтаждаймыз. Мінекей, бүйтіп монтаждау үшін. Солай. Давайте. Достар, біз деген болдық видео монтаждап, енді қазір рендер күтуді қап. Бекзат. Неге осылай болып қалды? Бекзат алғашқы видос. Енді күтеміз, достар. Енді күту көп уақытқа көп болмайды шығар. Давай, бастаймыз ғой. Достар, пока бізде бос уақыт болған кезде сіздерге айтарым, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Осылай. Бержанның каналына да тіркеліп кетіңдер, и Бекзаттың да каналына тіркеліп. Документалка. Бержан мен жайлы документалка түсірген, жақта документалка түсіреді. Қазір білесің бе, біз не істейміз? Қазір мен рискованный зат істеймін, не дейші? Қазір мен былай түсірем да камераны, өзімнің каналыма апарам, Бекзатқа тіркелейік деп. Видео кәдімгі. История? Экспериментальный видос. Достар, бұл видео кәдімгі эксперимент. Сендерге айтарым, Бекзат деген каналға тіркелгенде мен досыма міне осы деп қазір тіркеледі адамдар саған. Достар, мен сендерге жаңа видео түсірдім, Бекзатқа тіркеліңдер деп, кіріңдеп. Сендерге айтарым сол. Хотя бы 600-500 подписчик қылып тастайықшы, достар. Давай. Енді қазір біз деген осы офистен кетуіміз керек болады. Себебі уже түн батып жатыр, біз үйімізге қайту керек. Мына жерде тұрған. Сол барамыз қазір. Үйде шешеміз неше подписчик болды, неше Бекзатқа подписчик келді, Бекзат блогер бола ала ма екен, соны біле аламыз. Қазір біз жиналамыз да басамыз үйімізге. Мінекі достар, осылай. Жаңа ғана 35 минут бұрын видео салдым где-то. И 35 минуттың ішінде қанша подписчик жиналған екен, начинающий блогерге да бір күн. Жаңа 36 подписчик болды да, қазір неше подписчик болды. Бір видео, жай ғана бір видео. Ал жақсы, тексеріп көрейік реакциясын. Көт, тоқта. 272 подписчик, ну енді 500 подписчик емес, бірақ просмотр. 119 лайк, 120. Мынаның көтеріліп кетті. Достар, осылай. Мен деген Бекзатты кәдімгі баладан блогер қылып жібердім. Әйтеуір 100 подписчиктен асады. 300 подписчик қылып жібердім. Прикиньте. Жалпы әйтеуір 100-ден асты, сіздерге рахмет айтқым келеді. Бекзат, не болды, не видео түсіріп жатсың ба? Иә, видео. Барлықтарыңа рахмет, потолокты қойдыңдар, мен ойлаған жоқпын. Хотя бы 100 жинап шығар, или аз жинап шығар. Жарты сағатта 35 минут бір видео еще. Бір видеода потом плотно қойдыңдар, Кубрагалиге рахмет тоже. Кстати, Бержанның каналы тоже ссылка описанияда, оның да подписчигін 400-ден 800 қылып жіберді. Осылай, достар, эксперимент жақсы сәтті өтті жалпы. Енді пока-пока, чао. Бекзатта әйтеуір подписчиктер бар, әйтеуір. Каналы бар екен. Ал, давай, пока-пока, чао. Пока-пока, чао. Давай. Пока-пока, чао.